халықаралық еріктілер қозғалысы, тілеулестік, мейірімділік сынды мызғымас адамгершілік құндылықтарын паш етеді. Бұл біздің де халқымызға тән асыл қасиеттер. Наступающий год, несомненно, станет годом важных перемен. Насколько они будут успешными, зависит прежде всего от нас самих. Біз бәріміз табанды еңбек етуіміз керек. Сонда ғана еліміз зор табыстарға жетеді. Бұл ең алдымен халқымызға қажет. Мы должны упорно трудиться, чтобы в 2026 году наша страна достигла новых успехов на благо народа. Қадірлі достар, дәл қазір жаңа жылды жұмыста қарсы алып жатқан азаматтарымыз бар. Бұл өз ісіне адалдық пен қоғам алдындағы жауапкершіліктің жарқын көрінісі. Мен сіздердің табанды еңбектеріңізді жоғары бағалаймын. Сіздерге арнайы құттықтауымды жолдаймын. Елімізді көркейтуге үлес қосып жүрген барша азаматқа зор алғыс айтамын. Шын мәнінде туған елге қызмет етуден артық бақыт жоқ. Халқымыз ынтымақ бар жерде ырыс бар дейді. Сондықтан берекелі бірлігімізді сақтап, бір тұтас ұлт болып, елімізді дамыта берейік.